Биылдан бастап Өскемендегі мектептерде кәсіби бағдар беретін кабинеттер ашылады. Онда оқушылар мен олардың ата-аналары қаладағы ірі кәсіпорындардың жұмысымен танысып, тапшы мамандықтар жайлы ақпарат алады. Бұл қалалық әкімдік пен өңірлік кәсіпкерлер палатасы арасындағы меморандум негізінде жүзеге асырылмақ. Жаңа келісімнің көздеген мүддесі болашақтағы жұмыссыздық мәселесін бүгіннен бастап шешу және оқушыларды мектеп қабырғасынан мамандық таңдауға үйрету. Меморандум бойынша өңірлік кәсіпкерлер палатасы қаладағы кәсіпорындар мен зауыттардан белгілі бір ақпарат жинақтап, оқушыларды таныстырады. Яғни олар кәсіпорын мен мектепті байланыстыратын көпір қызметін атқармақ. Мектептерде ашылатын кәсіби бағыт беру кабинеттеріне оқушы ата-анасымен келіп, қажет мәлімет алады. Сонымен қатар меморандумға сәйкес енді өскемендік оқушылар ірі кәсіпорындарға экскурсия жасайтын болады. Біздің балаларды сол кәсіпорындарға апарып, кәсіпорындағы жасалып жатқан, жаңағы алып жатқан өнімдерді көрсетіп, жаңағы үлкен опыты бар, жаңағы біздің жұмыс істеп жатқан мекемелерді таныстыру жағдайында осындай меморандумға қол қойып отырмыз. Меморандум тек қағаз жүзінде қалмай нақты жұмысқа бағытталатын болады. Біз Өскемендегі барлық кәсіпорын, зауыт өкілдерін тартуға ынталымыз. Өйткені кез келген ата-ана балаларына жоғары білім беруге тырысады, оның қандай кәсіп иесі болатынына мән бермейді.